бұл кісінің айтуы былай, мысалы бізде қазақта айттық қой, мына болжау күні, мысалы анау әйелдің ванганың болжамын енді айтып отырмын мысалы. Иә. Мысалы мына біздің атаның өлеңдері тастап жазылып тұр ғой, соны ғұлама молдаларға айтады, мына бір өлеңде айтады, мына өлең бәленбай аяттың мағынасы дейді, көрдіңіз бе? Сонда мына Құранның өзі түскенде ертеде мысалы алла тағала бізге былай жіктеп бөлген, Құран түсті, пайғамбарымыз жазды, одан кейін соның шәкірттері пайғамбарды бізге түсіндірді мысалы. Мындай аяттың мағынасы мынау деп айтса халық түсінбейді оны. Сонда мысалы Мәшекең жазуында бұл кісінің еңбектері жаңағы 5 тілді дегенде бұл кісінің еңбектері Алматыда сақталып жатыр. Сонда бұл кісінің жаңағы парсы тіліндегі еңбектерін аударатын жоқ, аударала алмай жатыр, екі көне жазумен жазған. Сонда бұл кісі мына осы өмірдің осындай жаңағы 30 жыл 40 жыл ететін сонда жазу мүмкін. Өйткені осы өмірдің мындай болатын мүлікті көп өлең жолы жазып, басқа тілмен жазып кеткен. Мындай ұрпағыма зиян тимесін деп көрдіңіз бе? Ол үшін сөйлемізден шығару керек. Мәшекең мысалы біз бұл кісі мәшһүр дегенде қазір мәшһүр біз бұл кісі әулие ғана айтамыз, әулие. Бұл кісі негізі мына аспан әлемін зерттеген, медицинаны зерттеген, сосын суды бәрін ауаны бәрін зерттеген, математиканы жазған, философия, тарих, әдебиет оның бәрін шығару үшін сол саланың мамандары атаның жазуын оқу керек. Сосын міне атаның сөзін мысалға отырып, мындай сөз осы мындай келеді деп қазір ілімге келтіріп ғылыммен дәлелдеу керек. Оған уақыт керек, 30-20 жыл керек. Мында қазір біз жазушылар қазір атаның туған сөзін пайдаланамыз. Мәшекең айтқан екен, Мәшекең бүйтіп көрдіңіз бе? Сілтеме жасайды. Сондай сілтеме жасау бізде ғалымдар сондай болуы керек. Біз сондай ғалымдар қазір жоқ, Құдай өзі сақтасын. Бізде қазір ғалымдар сатып алған, докторлар отырады, ештеңе мән бере қоймайды. Екі сөздің басқа айта алмайды. Көріп осында келеді, көріп жүрміз ғой мысалы, ол болмайтын нәрсе. Сондықтан мына мұсылманда жаңағы атамыздың айтқан сөзін біздің ақсақалдар солай келтірген жаңағыдай. Осыны мен өскен әңгіме айтып отырғанда жаңағыдай атаның сөзін оқиды да, солай болады деп жаңағы 37 бар айтып кетті. Нақты айтылмаған болжанып айтылған. Соны ақылды кісілер болжап келтіреді. Мәшекең осылай екен деп сонда жаңа сөздер кейін шығады. Ол енді мына кітапта жоқ. Өйткені бұл кісі мысалы мына біздің бұл кісінің еңбегін мен үлкен қуандық шығарды, бұл туған немересі. Сонда бұл кісі әңгімесі енді бұл кісінің араб әрпі мысалы поле жоқ, оны шетінен жаза беріп нүкте сұқпаса ол сөздің мағынасы өзгеріп кетеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл кісі атамыздың мысалы бір әңгімесін шығарып, бір поэмасын шығару үшін біздің қуандық ағамыз біздің әкейін жазған алды, жиен жомарттың жазған алды, атаның өзі үшеуін қойып салыстыра. Сонда біреудің басы жоқ, аяғы жоқ, жаңағы жоқтың жартысының басы жартысы жоқ деген. Бұл сонда кетіп қалды. Оны іздеп табу керек. Мысалы бұл еңбектері мына Москвада, Қазанда, Қытайда жатыр, оған бару керек, тексеру керек. Олар бермейді қазір барсаңдар. Мына парсы тіліндегі ол Алматыда жатыр, иә? Алматыда оқитын маман жоқ, оқи алмай жатыр. Өйткені ана мен жаңа қуандық ағам бір баласын парсы тілінде оққа берді Иранға. Иранға барғанда ол Иранда тау-таумен диалект екен өздері бөлек бөлек, бірыңғай тіл жоқ. Айтты бәленбай тауға барды, ол тау алыста, бірақ олардың кісілері дикар сияқты қабылдамайды деген, сол барған соң қорқып қайтып келді. Бұл кісінің атаны мысалы біздің қазақта қаншама ғалым осында аңдырып кетті, далаға кетті, ешкімге керек қылған жоқ, ұрпағы жоқ. Бұл кісі ұрпағы болсын аман қалып тұр. Әйтпесе бұқар жол қаншама адам ұсақ түйегі бар, көбі кетіп қалды, қаншама дүниесі кетті. Бізде соны мына үкімет соны керек тұрған үкімет жоқ. Мысалы бізде Қазақстанның кезінде, СССР-дің кезінде ғылым академиясы болды. Біздің атамыз соның жұмысын жақсы сөз атқарған. Осы қазақстан аралап жүріп атыраумен бізге ұрпаққа деп тарих деп жазып қалдырайды. Соғыс керегі жоқ қой, біз ұрпақсыз бізге жазды. Ата-бабамыз қаншама қазақ жерді алды, қазір жер быт шығып жіберді. Ұрпақты ойлады. Біз ұрпақ ойлап отырған жоқ, біз өзіміз ойлап отырмыз қазір дүние. Дүние қуып кетті. Сол дұрыс емес. Көрдіңіз, бізде мысалы міне жаңбыр жоқ, Алла тағала біздің пейіліміз жаңбыр бермей тұр. Құранда мындай аят бар екен мысалы, ауыз жіберетін өзім, емізбетін өзім дейді. Алла тағала бізге былтыр жаман ауыз жіберді, қырылып жатырмыз. Өйткені біз Алланы ұмытып кеттік. Енді бір сұрақ, Машһүр Жүсіп атамыздың еңбектері көп дедіңіз ғой, иә? Соны енді еңбектерін зерттелетін еңбектер әлі көп, иә, бізде? Өйткені Қытайда бар, Москвада бар, Қазанда бар, Казанда жатыр, Ташкентте жатыр, мына өзіміздің қасымызда. Ол жақта да бар ма? Бар, архивтерде бар. Ғалымдар көріп келеді, бірақ олар енді жаңағыдай оқиды, немесе уақытта басқа немен барады, жай нетіп келеді. Алматыда тек қана парсы тілінде ғана ба? Или басқасы да бар? Жинақталған түгіл, соның ішінде парсы тіліндегі еңбектер аударылмай жатыр. Аударылмай жатыр. Аударылмай жатыр. Сол Шағатай тіліндегі біраз еңбек аударылмай тұр. Шағатай тілі дегеніміз парсы мен арабтың тілін қосқан симес тіл екен. Оны да аудару қиын дейді. Оны оқыту керек. Мысалы бұл кісінің еңбегін біздің үлкен ағамыз Қуандық ағамыз Семейде 23 жыл педагогика мұғалім болды. Сонда ол кісі 5 баласы болды деп 5-еуін қазақшаға берді, 5 жастан бастап бәрін аттан жазуын үйретті. Біз осы қалып қойдық, басқа жерге жіберген жоқ, саудаға да жерге отырғызып қойды. Сонда ол кісінің үлкен лупасы болды, соны оқитын. Сол кісінің ағамыз карте алғанда көзі ағып кетті лупадан. Жер сыбаға кетті. Дәрігер лупа жеп қойған, бесполезно деп тұр, кешіккен. Соны шығарам деп, сөз 20 томын шығарып кетті. Көрдіңіз бе? Сонда
бір шығару үшін бірдеңе жертва жасау керек, байлықты қою керек та бір. Біз қазір дүние болып кеттік, көрдіңіз бе? иә Міне осының басына жазып отырсаңыз, мысалы әйелдер жалаңаш келеді, еркектер шортымен келеді, айтсаң ренжиді. Біз кетіп барамыз ғой, кіріп барамыз. Ондай жеріңде қайда барсаң да мұсылман жолын кіріп кетіп жүреміз қайда барсаң да. Тек мұсылман жолы киім болу керек. Дәрет мысалы мен дәретханада бірге барамын ғой жігіттермен әйелдер. Сонда көбі қолын жуата сүріп дәретхана бар дейді. Біз оларды алдап жүрміз, көрдіңіз, болмайтын нәрсе. Алла оны біліп тұр. Сосын бізге ештеңе бермейді. Мысалы біз ертеде атамыз қазақ шыққан жоқ, бұл жағдай жоқ шығатын. Сонда үйден тілегенде Алла тағала олар былай тілейтін, Алла тағала ғұмыр бер, денсаулық бер, баламды артында қалдыр, ұрпақ бер, төсегін келген соң Алла берді. Алла сұрағанын жүз сұрасаң береді. Біз сұрамаймыз ғой мысалы, бір күні Алла дейміз, оған бола ма екен. Мысалы қазір біз бата дегенді ұмытып кеттік, бата беру дегенді. Мысалы бала кезімізде біз енді ауыл әр жерде 5-10 үй тұрамыз, сонда бір сақал кетіп бара жатса, әжемізге кімде шал десең, ай шақырып кел деп әкеп шай беріп бата салып қалады. иә Жаңа туған балаға ат қоймайтын, біреуді шақырып, сол кісіге бата азан айтып ат қойдыратын. Егер азан айтылмаса балаға ертең қайтыс болғанда дұға бармайды дейді. Құранда бір сол жазылған. Біз оны азан деп білмейді азан не екенін. Сосын бізде Құранда былай айтады, мысалы, мындай жазу бар екен. Жаңа туған босанған ана баласын 30 ай емізу керек дейді. Анық жазылған 30 ай. Сонда ананың сүтімен балаға біздің қазақ қасиет бәрі қонады екен, кие бәрі. Мысалы біздің әшекеңнің арғы аталарында қасиет болған. Сонда осы құлбот деген отасы болған, сонда отасы енді қасиет адамы қайтыс болғанда, кәртайып қайтыс болған, сонда кәртайған енді жуындырып, намазын шығарып, зират қалып келіп қояқ десе, кигіз тастаса, мата жатыр, дене жоқ. Көрдіңіз бе? Қасиеттілік сондай. Содан бұл үшін жанақ деген тасы болған бертінде, мына зираттың астына жақта, Сілет өзенінің бойында жігіттер тас қойып, бәрін белгілеп қайтты, ол зираттан көтеріп. Сонда ол кісі атамыз ол кісі көрген екен, болған атамыздың кезінде. Сонда Жанаттың атамыз көп жазады, сонда Жанаттың атамыз ұзын бойлы сары кісі болған екен, көзі көреді, бір кірпігі қалың, басып тұрады, қолдан ашып кірпігі ашылмайды екен. Сонда сабыр жуас кісі болған. Бірақ қатты ашылғанда кірпігін ашып аттым десем, ал осының жамбасының өліп кетеді екен орнында. көзді адам болғанда Көзді әлем, соның қасиетін мәшеген алған. Сонда соның бір сүттен келіп отырған, қазір ондай жоқ, қазір біз бала емізбейді. Ал ертең жаңағы емізбеген балалар, ертең семейде өскен балалар, ертең ол әке шешесін атып кетеді, лақтырып кетеді. Қазір шығып отыр, бала тастап отыр ғой. Сол өскен балалар. Олар ертең әке шешесін күтпейді, бісмілләні білмейді, мұсылман екен тілді білмейді, мұсылман бізді айтпайды. иә Көрдіңіз бе? Біздің бала кезімізде біз сол бісмілләға үйретті, дәретке үйретті, батасын ілтіп, кісілер соны су қойып жүгіретіміз. Батасын беретін. Бата деген шығар, біз мысал келтірейік, бата мысалы. Сонда егер ниетін ұстаса, аузынан шыққан сөз періштелер әмін деп тұрады екен. Мысалы, астанадан жуырда жігіт баланы ұстап қалып үй алды ғой. Сонда сол жігіттің шешесі ентізбей берді дейді. Сонда айтады, біз қалаларда тұрған нәшес отырдық дейді. Баланың 4 баласы бар, 5 баласы бар дейді. Жұмыс істемейміз, кредит аламыз, жетпей, сонда келін ренжиді екен. Ой, Алла тағала неме жазған осындай деп. Сонда баласы айтады екен, ренжіме, біз қалай Поршеға емдеп. Алла сол тілеген Поршені үй берді, көрдіңіз бе? Алла келетін келтіреді, сұрай білу керек. Аллаға сену керек. Бізде бір күнге бала дейді, кетер, Алла ұмытып кетеміз. сену керек, иә. Жақсы. Бізде ден сауатымыз жоқ. Сауат беретін бізде орын жоқ. Мысалы мешітке барсаң, мешітке барасың, жарайды. Ана біреу бай қайтыс болса, ол имам сонда жүреді. Бір бай өтсе, кедей ешкім бар. Халық соны көріп тұр, мешітке бармайды. Қойшы оларды дейді. Қазір біз не болып кеттік қазір. Рас айтасыз. Ол сауап дегенді біз ұмыттық. Мысалы біреу шариғатта былай айтады, мысалы көршің қиналып алса, бірдеңе ақшасы болмай, сонда егер шын аясаң, ойбай қиын болды деп, Алла бізге сауап береді екен. Біз оны көрмей, ой, сол керек деп оны табылып ол күнә нәрсе. Біз түсініміз жоқ. Сосын мына ата жазған, мысалы мұсылман шаңырағында дастархан жиналмау керек дейді. Дастарханнан келіп кісі тамашқан сайын сондай несібін Алла береді дейді. Бізде таға береміз. Мысалы бізде зекет бітір дегенді түсінбейді біздің халық. Иә. Зекет дегенге береді, кісі басы 500 береді, мәз отырады. Зекет деген былай, мысалы сіз мәшіңіз бар, мәшіға беруіңіз керек, 1% алтынға табысына, иә. кассада бізде ондай жоқ. Қалада 3 үй бар, бәрі беретін жаңағы 5-ақ мың теңге. Ал енді бітірді. Зекет деген былай, зекет деген малды кісілерге малдан беру керек. Мысалы Құранда ашылған, мысалы 30 қойға біреу 40 тайшаға 1 тайша береді деп. Біз енді ауылда тұрамыз, ауылда 15 жігіт тұрады мал. Сонда олар орташа 200 қой, 200 сиыр, 200 жылқысы бар, береді деп жаман тайша. Бірақ тайша жаман 1,5 жасар ғана. Содан кейін 3 жылда, 4 жылда Алла тағала көтін мал қырып тастайды жөнін қыстық атады. Оны түсінбейді. Алла керегін алады ол. Иә. Қалай алады? Көрдіңіз бе? Біз оны түсінбейміз, Сосын бізде мысалы Құранда айтады, мысалы дүние жина, бірақ қызығын көр дейді. Бізде мысалы талай жігітті көрдік, малдың соңында малмен жүріп, мал екі басып алдырып өлген жігіттер қайтыс болған жігіттер бар. Ол немен, не жасап аламын, көрдік немен? Біз дүниеге беріліп кетеміз. Мысалы біз
құмар ойнайтындар сияқты біз аллаға солай берілуіміз керек. Мысалы енді алла деп, мысалы атамыз соның бәрін істеген кісі. Бұл кісі молда болмаған, қажылыққа бармаған. Енді күнәм жетеді, алла құдай кешір деп отырған адам. Біз екеуміз қажымыз дейді, қажыға. Ана. Сіз өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен енді осы Мәшһүр Жүсіп атаның туған немересі Қажымқан деген кіші баласы қазылдан туған, атам Қажымқан. Осы жерде өмір бойы өтіп келеді. Осы мұражайды мен 29 жыл басқардым. Былтыр зейнетке шығып балаларыма тапсырдым. Сонда осы жерде сол ақырын кісілермен әңгімелесіп, сол ақырын отырамыз. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы. Ана қазақ елі мында біздің Мәшһүр Жүсіп атамыздың қанша еңбектері бар екен. Қазір мына немересінің айтуы бойынша жазғансыз, жаңа оқыдыңыз ғой. біздің Мәшһүр Жүсіп атамыздың жаңағы көптеген зерттелмей тұрған еңбектері бар екен. Билік басындағыларға айтарым, осы Мәшһүр атамыздың еңбектерін Казанда жатыр деді, қазір Москвада жатыр деді, сосын Қытайда жатыр деді. Солардың бәрін алдырып, осы зерттесе екен. Алматыда парсы тілінде жатыр дейді. Онда зерттейтін адам жоқ дейді. Сол мына бүгін сұхбат берген Қажымқан атамызға үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің Мәшһүр Жүсіп атамыздың еңбектері, сол еңбектерін зерттеп жазған авторлар мұнда. Ақжігіт деп атын қойған Мәшһүр Жүсіп дейді. Мына әулет шежіресі екен. Міне осындай. Жақсы, сау болыңыздар.